Ярым асырлық қаршылық Қырым татарларының 50 елік 1941 сенесінден 91 сенесіне қадар тарихы. Тарихчы Гүлнара Бекировның китабында тасвир етілген. Сейфелерді халық үшін ән файжалы девір тәфсилатлы шекілді акис олынған. Сүргінлік хурбеттекі яшайыш ве туған топрақ оғырында девамлы көреш. Мөйлефнің айтқаны кебі иш елларының язылды. Бүгін о вақытларының тәжірибесі зияде мұйымдыр. Сөз сырасы 2008 сенесі Бекированың Қырым татарларының авдеті аққында китабы дәрж олынған еді. Ақмеш жетті чыққан еді. Дейкі о вақыт китапның сон ке бабаны бір қач кере ғайрадан язмаға мечбур еді. Елінден келме еді. Енді бұның ишмар ке бұтаны үшінке халық кене ватан оғырында көрішмеге мечбур. Без понимания того, что было. О вақыт олғаныны, Қырым татарларының ватаныны насыл етіп жүйғаныны ве оны қайтарғанларыны, ватан оғрындаки күрешіні анламасақ, Қырым татарларының бүгін яшыған вазиетіні ве ишғал шарайтлерінде халқының күрешіні анламаймыз ве анлап боламамыз.